Сабақ тақырыбы ағаш діңінің ішкі құрылысы. Ағаш діңі негізінен 4 қабаттан тұрады. Олар қабық, камби, сүрек, өзек. Қабық өң тоз тіннен тұрады. Егерде оларды жарық микроскопымен қарасақ, олар жасушалардың, ұлпалардың әртүрлі типінен құралған қабаттарды көруге болады. Жас бұтақшалардың бетінде жапырақ қабықшасына ұқсас мөлдір жабын ұлпасы өң орналасады. Оның астында жасыл фотосинтездеуші жасушалар орналасады. Қыстап шыққан немесе ескі діңгек болса, өңнің орнын басқан өлі жасушалардың қалың қабаты тоз болады. Өсімдік жапырағындағы лептесік саңылау арқылы тыныс алады. Ал жапырақ түскен соң, тоздың өлі жасушалары арасынан негізгі ұлпаның тірі жасушаларының түзілімі қалыптасады. Оларды жасымықшалар деп атаймыз. Яғни жасымықшалар қосымша тыныс алуға қатысады. Тоз қабатының ішкі жағында тін орналасады. Тін тірі жасушалардан құралған, онда өткізгіш ұлпа флоема болады. Камби түзуші ұлпа қабаты. Камбидің барлық жасушалары бірдей және қабық пен сүрек арасында нашар ажыратылатын жіңішке ылғал сақина түзейді. Камби тез көбейеді. Соған байланысты ағаш сабағы жуандап өседі. Жаз бойы камбидің көбейген жасушаларынан көп жағдайда сүрек, аз дәрежеде қабық жасушалары қалыптасады. Қыста қоректі заттардың жеткіліксіз болуына байланысты көбеюді тоқтатады, көктемде қайтадан тез көбейеді. Сүрек ағаш діңінің негізгі қабаты. Ол қалың әрі қуатты қабат. Одан түрлі жиһаздар жасалады. Сүрек жасушалары әртүрлі тірек, өткізгіш, негізгі қызмет атқаратын жасушалар мен ұлпалардан тұрады. Сүректің өткізгіш ұлпалары тамыр арқылы өсімдіктің жер үсті бөліктеріне суды жеткізеді. Осы қызметіне байланысты оны ксилема деп атайды. Сүрек тірі және өлі жасушалардан тұрады. Сүректе жылдық сақиналарды санау арқылы ағаштың жасын анықтауға болады. Мысалы, мына суретте ағаштың жасы 19-да. Келесі суретте ағаштың жасы 69 жаста. Яғни сүректегі жылдық сақиналардың мөлшері қалың болса, онда ол жылы қолайлы жыл болғанын, ал жылдық сақина жіңішке жұқа болса, ол жылдың ағаш үшін қолайсыз жыл болғанын да анықтауға болады. Өзек ағаш сабағының негізгі қор жинаушы ұлпасы. Ол сабақтың ең ішкі қабаты. Көбіне түсі бойынша ерекшеленеді. Жаңадан кесілген ағашты ұстап көріп анықтауға болады. Сүрек қатты, ал өзек едәуір жұмсақ болады. Қоректік заттар күзге қарай өзекке жиналады, көктемге дейін біртіндеп жұмсалады. 19 ғасырда үйеңкінің күздік өзегіне қантты заттар алу технологиясы болды. Кейіннен ағаштарды жою пайдасыз әрі экологиялық тұрғыдан қылмыс екені түсінгеннен кейін, қазіргі уақытта қантты қант қызылшасынан алады. Енді оқу тапсырмасы. Төменде берілген керекті сөздерді қолданып, бос орындарға толтырыңыз. Енді тапсырма жауабын бірге тексерейік. Ағаштың жылдық сақиналары ағаштың жасын көрсетеді. Сақиналардың қалыңдығы сол жылдағы өсу жағдайын білдіреді. Қалың сақина қолайлы жағдайды, жіңішке сақина қолайсыз жағдайды көрсетеді. Келесі оқу тапсырмасы. Берілген сипаттамалардың дұрыс немесе қате екенін анықтаңыздар. Енді тапсырма жауабын тексерейік. Сүрек арқылы минералды заттар тасымалданады. Дұрыс. Қабықтан ағаш жасын анықтауға болады. Қате. Ағаштың жасын сүректегі жылдық сақиналарды санау арқылы анықтауға болады. Камби ағаштың жуандап өсуін қамтамасыз етеді. Дұрыс. Өзекте түзуші ұлпалар орналасқан. Жоқ, өзекте қор жинаушы ұлпалар орналасқан. Берілген суреттен сүрек сақиналарын санау арқылы ағаштың жасын анықтап көріңіз.
Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.